Бәріне сәлем. Бүгін бірге Элартаны бірге көрейік. Ашылғанына 2-3 күн болды. Қазір мен Силдірей Бади фитнес студияға барам, сосын содан үйге қайтарда бірге Элартымен қайтайық. Денем күшті қолды, кешегі жүгіруден кейін босап қалғандай, қозғалып, майысып, кішкене. Енді қазір Элартаға барамыз. Қаншама адам қасымнан өтіп жатыр, мен кішкене екі остановкада жаяу жүріп жатырмын. Бәрі орысша сөйлейді, бәрі. Жап-жас балдар, үлкен кісілер, қалай таңғалым. Астанаға келіп соған қызығатым. Қазір енді Астанаға көп қаладан, әртүрлі өңірлерден көшіп келе жатқандар көп қой. Менің ойымша көбі қазақ тілді адамдар. Соған байланысты қазір Астанада тілге қатысты не деп айтайын, обсуждениялар көп жүріп жатыр. Өйткені кеше мысалы беймарафонда жүргізушілердің қазақша толық өткізбегендеріне тілетісті шолып жатыр. Даже бейгрупқа бойкот жариялап отқандар бар. Өйткені тіпті адамдардың өздеріне қазақша бірдеме сұрайсың ғой, түсінбей қалады басында аға деп, басқа тілде білмеймін сөйлеп жатқандай қарайды да саған. Сосын жауап беретін кезде де бір орысша жауап береді немесе жауап бергісі келмей тұрады. It's just the little things that get me like that. It's the way you say my name like it's something soft and sweet, and the way you laugh out loud like the world's on repeat. I don't know what this is, but I know I can't hide. Every little thing you do stays on my mind. Stay on my mind. Stay on my mind. Осылай әдемі екен Эларта, маған ұнады, тез жеттік. Мен қазір мына жерден автобусқа тұрсам болады, немесе жаяу барсам болады үйге. Элартаның ішін дословно мынандай автомат, осы жерден билет аласың, былай жүресің деген сияқты сөйлегім келді, бірақ енді шын айтсам ұялдым. Все-таки менің алғашқы влогтарым, может келесілерінде күшті етіп басқа обзорлар түсіретін боламын. Осы үйдің артында тағы үй салынып жатыр екен, бейгруп салып жатыр екен. Қызығып кеттім, осындай жерден алсақ тоже күшті сияқты еді. Мына жерде дамам отыр екен. Мына жерде түстім жаңа.